Бәріне сәлем. Мен мына Горилла мен Дизиді күнделікті өмірде шай, су сияқты ішіп жүре берем. Онымен қоса газированный, фанта, пепси, кола, спрайт сияқты тәтті суларды ішемін. Осыларды ішпесем, как будто көңіл күйім болмай, жұмысын жүрмей, басым ауырып, жеген тамағым қорытылмай қалатындай болады. Соңғы кездері байқап жүрмін, осындай энергетикалық және газированный суларды көп ішкеннен менің ағзамда және бойымда түрлі әдет аурулар пайда бола бастады. Жасым 30-ға жетпей, менде уже артық салмақ бар, қарным шыққан және уақытылы ұйықтап, уақытылы тұру деген мүлде жоқ. Құрметті көрермендер, мен енді 14 күндік эксперимент жасағалы тұрмын. Ол 14 күннің ішінде мен энергетикалық және газированный сусындардан бас тартып, тек қана қара су ішетін боламын. Және менің бір мақсатым ағзамды тазалап, артық салмақтан арылып, ассам ба деген ойым бар. Құрметті көрермендер, видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін, себебі сіздерге аз да болса пайдалы болады деген ойдамын. Осы видеода мен энергетикалық сусындардың зиянын көрсетіп, және қара судың пайдасын көрсеткім келеді. Қазір осы видеоның алдында мен өз салмағымды түсіріп алайын деп тұрмын. Челленджім бірінші күнде менің алғашқы салмағым, ең соңғы 14-ші күнде таразыға тағы бір тартынып, 14 күнде қанша килограммға азғанымды да көре алатын боласыздар. Арнаға тіркеліп, лайк басып, пікір жазып, қолдау білдіріп қойыңыздар. Дәл қазір мен таразыға тартынып көрейін деп жатырмын, эксперименттің алғашқы күні. Өздеріңіз видеода көріп тұрғандай, менің таза салмағым 98-де 65 килограмм болып тұр. Дәрігерлердің айту бойынша адамның идеал салмағы ол өз бойымен сәйкес келетін салмақ. Менің бойым 1,81, маған өзінің идеал салмағыма жету үшін әлі 15 килодай азуым керек. Дүкенге азық-түлік алуға барғанда көзімізге бірден сөредегі энергетикалық және газированный сулар түседі. Бойыңдағы нәпсің азғырып, кола немесе бір дизиді сатып алып қоямыз. Жалпы энергетикалық сусындардың адамдарға, әсіресе кішкентай балаларға қатты зиян екенін мен айтпай-ақ өздеріңіз де білесіздер. Осы энергетикалық сулардың кесірінен Қазақстанның өзінде қаншама адамдар өліп кетіп, тірі қалғандары мүгедек болып қалып жатыр. Ең сорақысы 1000-2000 теңгеге дейін сол суларды сатып аламыз. Осыдан кейін ғой ауруды сатып алып, Құдайдан жәрдем сұрап отырамыз. Осы экспериментті жасау идеясы менде бұрыннан болған, бірақ соңғы уақытта аяқ киімді киюге қиналғанымды көріп, қарнымның әжептеуір шыққанында байқадым. Жүрген кезде ырсылдап қала беретін болған соң, мен газировка мен энергетикалық суларды ішпеймін деп шештім. Ютубтан бұл сулардың зияны туралы түрлі видеоларды көріп шықтым. Содан кейін 14 күндік экспериментті бастаймын деп шештім. Эксперименттің бірінші күні ұйқыдан тұра сала, менің бірінші кезекте су ішкенім дұрыс болар деп, азанымен бір шөлмек суды сіміріп салдым. Жұмыста жүрген кезде мен асханаға барып, тоңазытқыштағы мұздай коланы немесе пепсиді ішіп алып, өзімнің қарнымда алдамшы солай тойдыратынмын. Бірақ бұл жолы тек қана қара суды іштім, себебі бүгін эксперименттің алғашқы күні ғой. Ақырында таңертең ұйқыдан тұрғанда су ішуді әдетке айналдырып келе жатырмын. Бірақ менде енді ломка басталды. Организм газировка мен энергетикті қатты сұрап жатыр. Барынша ломканы қара сумен басудамын. Осы видеоны көріп отқан көрермендер, бүгін эксперименттің 3-ші күні менде қатты ломка басталды. Миым, бүкіл ағзам, тұла бойым энергетик сусында, газированный сусында талап етіп отыр. Соларды ішпесем жаным тыныштық таппайтындай күйде отырмын. 3 күн өтті. 3 күннің ішінде организмде күрес басталды. Қазіргі кезде маған бір ешқандай тәтті қызық болмай тұр. Шай мен қант қосып ішемін, ол да өтпейді. Кәмпит жеймін, печенье жеймін, тәтті, ол да өтпейді. Бүкіл ағза жаңағы энергетикті требовать етіп отыр. Және осы экспериментте тағы бір айтатын нәрсем бар. 14 күндік эксперименттің ішінде мен азу мақсатында деп қатаң диетаға отырып, немесе азында ерте тұрып жүгіріп, түрлі силовой жаттығуларды жасап, ондай нәрсе істемеймін. Эксперименттегі басты мақсат мен 14 күн бойы мүлде газировканы, энергетик суларды ішпеймін болды. Солардың ішпегеннің салдарынан менің ағзам қалай өзгереді, азам ба, соны білу менің мақсатым. Одан кейін эксперимент біткеннен кейін Горилла мен Дизи энергетик және газировка суларды әдетке айналдырып ішпеуім керек деп отырмын.
Және байқап отырмын, соңғы кездері мен горилла мен дизиді көп ішетін уақытта, газировканы көп ішетін уақытта менде мынандай аурулар болатын. Түнде ше ұйықтап жатам, денем бір жерден дірілдей бастайды. Тамырларым бүйтіп қатты соғып кетеді, мына жақтан соғыс пайда болады, мына артқы аяқтан соғып кетеді, діріл пайда болады да денемде. Және тісім ауыра бастады. Бір тісімді жұлдырып та тастадым. Одан кейін жаңа тәтті сулар ешқашан сенің шөліңді қандырмайды ғой. Оның арты су іше бересің, одан сайын шөлдетеді тәтті сулар. Су ішесің, туалетке жүгіретін боласың. Және уже бүйрек те ауыра бастады. Кола жаңа гориллалардың салдарынан ше. Бүйрек те кейде арасында бүйтіп, не болып қалды дегендей бір сезім береді өзіме. Сондықтан Аллаға шүкір, қазір 3 күнім өте сәтті өтті, барынша шыдадым. Құрметті көрермендер, видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Ең соңындағы өзімнің эмоциямды, чувствамды және көрсеткім келеді сіздерге. Арнаға тіркеліп, лайк басып, қолдау білдіріп қойыңыздар. Эксперименттің 4-ші күні басталды. Шыдау күннен күнге қиын болып барады. Себебі жұмыста жүрген кезде қарбалас уақытта мен эксперимент жасап жүргенімді мүлде ұмытып кетіппін. Алайда есімді бірден жинап алуға тура келді. Себебі қатты шөл қысқан сәтте шөлде тек қана қара су басады ғой. 4-ші күн ломка күшейе түсті. Бірақ барынша шыдадым. Қазақтың тойы бітсін бе, кешке не керек тойға бардым. Айқу дүние, дастарханға жасалған дәмді тамақтарға көзім түспей, дәл алдыма қойылған кола көзімді қыздырып барады. Сол тойда отырып бір өзім 1 литр коланы ішіп қояр едім. Бірақ менде өмірдегі ең маңызды эксперимент жүріп жатқанын өз-өзіме еске салып отырдым. Газировка мен энергетикалық суларды ішпей жүрген соң ба, кофе ішуге мүлде желание болмады. Мен Құдайдың құтты күні кофе ішетін адам емеспін. Алайда осы жолы кофе ішпей шай іштім. Организм тәтті сулардың жоқтығына енді үйреніп келе жатқан сияқты ма, бұрынғыдай тәтті нәрсені қатты іздемеймін. Кешкі немесе түскі ас ішкен соңда тамақ қорытылмай жатыр деп колаға немесе газировкаға мүлде тартпайды. Эксперименттің соңғы күні 14 күн бойы энергетикалық және газдалған сулардан бас тартып тек қана қара су ішіп жүрдім. Енді құрметті көрермендер, осы видеода эксперименттің нәтижесімен және менің ағзамдағы өзгерістермен сіздерге айтып бөлісетін боламын. Және видеоның соңында ең бастысы қанша килограммға арықтағанымды білетін боламыз. Енді өзгерістерге келетін болсақ, мен өз басым тәттіге өте қатты құмар адаммын. Бірақ осы эксперимент кезінде тек қана қара су ішіп жүргендіктен менің басқа да тәттілерге әуесім тоқтады. Шоколад, печенье, тәтті кофе болсын, оларға деген құлшынысым да болмады. Ол жақсы, өйткені тәттіні көп жеу келешекте қант ауруларына әкеліп соқтырады. Одан кейінгі өзгеріс ағзадағы ұйқым тыныш бола бастады. Оңай ұйықтаймын, оңай тұрып кете беремін. Жұмыстағы көңіл күйім, сергек болып жүру, мидың тазалығы, жұмыстан кейін қатты шаршамау деген дүниелер менде мүлде болмады. Осының бәрі судың арқасы деп ойлаймын. Одан кейінгі бір жақсы бір плюс пайда болды. Осы эксперименттің арқасында мен күнделікті энергетикалық және газдалған суларға құртатын 1000-2000 теңге ақшам кәдімгідей экономдалып, қалтамда үнемделе бастады. Ол да бір керемет плюс. Және көңіл күй жақсы, құрметті көрермендер, газдалған энергетикалық сулардан сіздерге мүлде бастап кетуге кеңес беремін. Себебі қазір сіздің жасыңыз 20-да болсын, немесе 30-да болсын, қазірден бастап 50-ге дейін ішетін болсаңыз, 50-ден кейін сізде хронический аурулар пайда бола бастайды. Қазақта бір жақсы мақал бар ғой, ауру астан дейді. 20 жасар жігіттің немесе адамның иммунитеті мықты болуы мүмкін. Иммунитет мықтылығының арқасында ол 50 жасқа дейін суларды көп ішіп, тәтті суларды 50-ден кейін ауру табады. Энергетикалық сулардың адамға беретін аурулары туралы өте көп. Солардың бірі жаңа ұйқы безі ауруы, қант ауруы, қан қысымы, бүйрек ауруы, жаңа еркектерге қуық ауруларында әкеліп соқтырады екен. Сондықтан менің кеңесім, құрметті көрермендер, Құдайдың қара суы кәдімгі өзіміздің үйде ағып тұрған, дүкенде сатылып тұрған қара суды ішіп жүріңіздер. Денсаулықтарыңызға қараңыздар, күтіңіздер. Алла сақтанған адамды сақтайды.
видеоның соңына дейін көрген болсаңыздар, менің видеом аз да болса сіздерге пайдалы, қызықты болған болса, арнаға тіркеліп лайк басып қойыңыздар. Барлықтарыңызға рахмет. Қазір мен таразыға тартынып қанша килограмм азғанды білетін боламыз. Эксперименттің финалы десек те болады. Тәтті сулардан бас тарту арқылы қанша килограмма азғанымды дәл қазір көретін боламыз. Ал бісміллә. 93-те 50. Видеоның басында менің салмағым 98 болған. Қазір 93-те 50. 94 болып тұр ғой. Сонда 14 күн ішінде тек қара су ішу арқылы 4,5 килограммға азған екенмін. Құрметті көрермендер, барлықтарыңызға рахмет. Осындай эксперимент видеоларды шығарып, алдағы уақытта көрсетіп тұрам. Арнаға тіркеліп, лайк басып, пікір жазып кетуді ұмытпаңыздар. Мен де осы бұл идеяны орыстардан ұрлап істеп жатырмын. Қазақтар бұндай эксперимент видеолар түсірмейді екен. Алдағы уақытта түрлі эксперимент видеоларды күтіңіздер. Барлықтарыңызға рахмет.